Дастаркан толы ет, бауырсак, күліп тұрған ене. Бірақ бұл жылы шырайдың астарында қан сасыған құпия жатыр екен. Ауылдың шетіндегі жындар мекендейтін тыманға мені өзенегім алдап жібеді. Ол маған жол көрсеткенде менің аман жеткенімді емес, менің бөлшектеніп, ұлының өмірі үшін құрбан болғанымды қалапты. Болашақ енесімен атасымен танысудың қуанышы Айгерімнің жүзіне еріксіз күлкі үйірді. Ол үшін 700 шақырымдық жол, тіпті рөлде отырып шаршағанда маңызды емес еді. Болашақ күйеуі және анасының алтын балапаны Азамат қазір ауылда. Ата-анасына бақша егуге көмектесіп жатқан. Мамыр мерекелерінің алдында Азамат қоңырау шалып, ауылға шақырғанда, Айгерім алғашында бас тартқан болатын. Бірақ Азаматтың үлкендермен танысатын уақыт келді. Ят болат деген сөзі темірдей дәлел болды. Оның үстіне соңғы кездері той туралы жиі сөз қозғала бастаған. Айгерім таңғы 5-те жолға шықты. Түске қарай оның ескі, бірақ сенімді Мерседесі Шығыс Қазақстанның Ну ормандарының арасындағы үлкен ауылға кірді. Навигатор «Жол аяқталды» дегенде үнсіз қалғанда, Айгерім көліктен түсті. Таудың тап-таза, салқын ауасы басын айналдырып жіберді. Тас жолдан қара жолға түскенде, ақ терезесін түсіріп, қарағай иісін құмарлана жұтқан еді. Өзін қаланың түтіннен кейін ертеге түскендей сезінді. Жолдың екі жағындағы аспанмен тірескен қарағайлар нағыз Ну орманға айналып барады. Бір сәтте ойына ертегідегідей не ғұрлым тереңдесең, соғұрлым қорқынышты деген сөз оралды. Көлік қақпаға жақындай бергенде алдынан Азамат жүгіріп шықты. Оның соңынан есік жақтауында толықша келген әйел мен бойшаң ер адамның сұлбасы көрінді. Азаматтың ата-анасы өте жайдарлы, қонақжай кісілер болып шықты. Болашақ келіндерін құшақтап, бетінен сүйіп қарсы алды да, бірден төрге оздырды. Бәрі ауылдың кең пейілмен жайылған дастарқан басында өтті. Кеселерге ыстық сорпа құйылды. Буы бұрқыраған қуырдақ келді. Азаматтың анасы Күләш тәте қазы қартаны турап бауырсақ ұсынды. Үстел басында бәрі тыныш отырған сәтте ортаға түсініксіз бір салат қойылды. Айгерім шанышқымен салатты іліп алып, аузына салған бойда түрін тыржытып алды. «Бұл сарымсақ па?» деді, көзінен жас шығып кете жаздап. Азамат қарқылдап күліп жіберді. «Жаным-ау, бұл жусай ғой». Жапырағын турап, жұмыртқа қосып, майонезбен араластырады. «Жесеңші? Нағыз дәрумен осы. Иммунитет көтереді». «Керемет екен», деп міңгірледі Айгерім, амалсыз жытып. «Сіздерде бәрі өздеріңіздік шығар. Қияр да, жұмыртқа да». Күләш тәте де күліп алды. «Құдай-ау, мамырдың басында бізде қайдағы қияр? 21 ғасырда өркениеттен тыс қалды деймісің бізді. Шалғайда тұрсақ та, дүкенде бәрі бар. Қияр да, банан да, ақшаң болса болды. Ал бақшадағы қияр маусымның ортасынан ерте піспейді». Айгерім қызарт кетті. «Жоқ, мен жай», деп күмілжіді ол. «Сіздерде бір ерекше технология бар шығар деп ойлағанмын». «Я, бар. Технологияның аты кетпен», деп Азаматтың әкесі Қайрат аға әзілдеді. «Қазір тамақтанып алайық, сосын Азамат жылжайға барып, кетпен технологиясын іске қосады». Түстен кейін ер адамдар бақшаға кетті. Ал Айгерім мен Күләш тәте ұзақ уақыт шай ішіп, әңгімелесіп отырды. Таза ауа мен ұзақ жол өз дегенін істеп, Айгерімнің көзі жұмыла бастады. Күләш тәте мұны байқап, қызды бөлмеге жатқызды. «Демала ғой, айналайын. Жол соқты болып қалған шығарсың». Кешке жақын оянғанда аулада қарбалас болып жатыр екен. Ерлер жағы мәңгірге от жағып, монша жағып әбігер. Енесі көрінбейді. «Ойбай, қалай ұйықтағанмын. Есімнен танып қалыппын ғой», деп керілді Айгерім аулаға шығып. «Ал Күләш тәте қайда? Көмектесу керек шығар. Ұят болды ғой. Шешең молдаға кетті. Иман оқытып келем беді», деді Қайрат аға түтігіп. «Не болып қалды?» «Сен ұйықтап жатқанда
Көшенің ар жағындағы Айдахар өтіп бара жатып, сенің көлігіңе түкіріп кетті. Сосын ұзақ уақыт бойы қарғыс айтып, күбірлеп жүрді. Деді Қайрат аға қабағын түйіп. Папа, қойшы осы ертегілеріңді, деп күн кетті Азамат, кәуапты аударып жатып. Айдахар деген кім? Деп сұрады Әйгерім таңданып. Бір есуас бар. Жұрт оны бақсы, сиқыршы дейді. Меніңше, жай ғана ауру адам, деп жауап берді Азамат. Жергілікті халық оны ауа райын басқарады, табиғатпен тілдеседі деп сенеді. Жиі орманға кетіп, бірнеше күн жоқ болып кетеді. Өзі сиқыршы болса, қыста отын жоқ деп, қорасындағы тақтайларды жаға ма? Есуас қой кәдімгі. Әй балам, жамандықты шақырма. Піл тегізбе, деді әкесі қатал дауыспен. Ол моншаға отын тасып жүрген. Әйтпесе Айдахар айлап көрінбей кетуі мүмкін. Бірақ есіне алсаң, міндетті түрде пайда болады. Көп ұзамай Күләш тәте де келді. Әйгерімнен сүре білесің бе деп сұрады да, мойнына қызыл жіпке ілінген кішкентай былғары тұмар тақты. Сосын күбірлеп дұға оқып, Әйгерімнің бетіне 3 рет түкіргендей ырым жасап, суф, суф, деп дем салды. Артынша қақпаның алдына шығып, Әйгерімнің мерседесін адыраспанмен аластап, бірдеңелерді сыбырлап жүрді. Осыдан кейін кеш тыныш өтті. Едегі қолдың шарабы ашылды, кәуап желінді, күлкі естілді. Ерлер жағы моншаға кіріп шығып, үстеріне суық су құйып мәз. Көршілер келді. Әйелдер ән айтып, еркектер аңшылық пен балық аулауды талқылады. Тек Әйгерімнің іші бірдеңе сезгендей құлазып отырды. Әйгерім моншаға барып келтін болмай тұрып. Сосын мен тез шайынып шығамын, деп сыбырлады Күләш тәте. Қазір көршілер де тарайды. Ой, Күләш тәте, мен душқа түсе салсам қайтеді? Ыстықты көтере алмаймын, деді Әйгерім. Жаным-ау, бізде душ жоқ қой. Монша осында, жуынатын жер сол. Бар деймін, егер қатты ыстық болса, есігін ашып қой. Қазір сүлгі әкеліп беремін. Күләш тәте орнынан тұрды. Бірақ Әйгерім оның қолынан ұстап қалды. Тәте, маған бір түрлі қорқынышты. Бірге барайықшы. Мен мұндай ауылды моншасына түсіп көрмегенмін. Расында да, Әйгерім нағыз ауыл моншасында болмаған еді. Қаладағы сауна бөлек. Ал мұнда қып-қызыл пеш. Үстінде қайнап тұрған дәу қазан. Бұрышта суық су құйылған бөшке. Легендер, ожаулар. Басты легенге еңкейіп, қалай жууға болатынын елестете алмады. Оның үстіне іштей бір сұрақ мазалап тұрды. Әлгі Айдахар деген кім? Неге оның көлігіне түкірді? Және неге енесі бірден молдаға жүгірді? Жарайды, жүр, деді Күләш тәте үйге кіріп кетіп. Көп ұзамай ол 2 таза халатпен сүлгі алып шықты. Мадина! Деп айғайлады о көршіге. Біз қазір келеміз. Монша ішінде енесі Әйгерімге суды қалай араластыру керектігін түсіндіріп жатқанда, келін сәтін пайдаланып Айдахар жайлы сұрады. Ой, қайтесің оны? Біз өзіміз де сенбейтіміз басында, деп күрсінді Күләш тәте. Былай болған. Бірде ол көршісімен ұрысып қалды. Жер бөлісе алмады ма әйтеуір. Сөйтіп көшенің ортасында тұрып, қолын аспанға көтеріп, түсініксіз тілде айғайлады. Кенет жел тұрды. Қап-қара бұлттар үйіріліп, күн күркіреді. Ал оған дейін аспан ашық тұрған. Шелектеп жаңбыр құйды. Бір кезде найзағай жарқ етіп, әлгі көршінің үйіне түсті. Жаңбыр сол мезетте тыйылды, ал үй 20 минутта жанып кетті. Осы уақыт бойы әлгі бақсы көшеде тұрып, жынданған адамдай күлді. Содан кейін жұрт оны Айдахар деп атап кетті. Өйткені аузынан от шашқандай болды ғой. Негізгі аты Нұржан. Бірақ оның кім екенін, қайдан келгенін ешкім білмейді. Осыдан 20 жыл бұрын қайтыс болған нағашы апасының үйіне келіп қоныстанды. Басында оны көрмейтінбіз.
Бірақ кешкісін үйінің жарығы жанып тұратын. Жұрт одан бірден қорқа бастады. Ер адамдар танысуға барғанда, қол алысуға ұмтылса, қолдарыңдан тарт, сендерден өлім иісі шығады, деп жауап беріпті. Олар мұны есуас шығар деп, кейін жоламауға тырысты. Кейде көшеде біреу өтіп бара жатса, артынан бірдеңе күбірлейді. Содан кейін әлгі адам ауырып қалады, немесе бір бәлеге ұшырайды. Ал көктем мен жаз бойы ауылға сіттей аппақ тұман түседі. Сол тұманда мал да, адам да жоғалып кетеді. Жұрт мұны да соның ісі деп жориды. Бірақ дәлелдей алмайсың. Қорқады бәрі. Тұманға жолықпау керек. Егер орманда не далада келе жатып тұман басса, бірден жабық жерге тығылып, тарағанша шықпау керек. Ал өзі сол тұманым ішінде елес сияқты кезіп жүреді. Тәте, ал менің көлігім оған не істеді? Неге түкірді? Енді не болады? Деп сұрады Әйгерім, естігеннен төбе шашы тік тұрып. Ештеңе болмайды, ботам, қорықпа. Мен оқытып келдім ой. Тек тезірек қимылдайық. Түн ортасы жақындап қалды. Монша иесі түнде тірі адамдардың жүргенін жақтырмайды. Монша иесі? Сіз соған сенесіз бе? Мен әрине казака ырымдарды білемін. Бірақ бұл тым ескі наным ғой деп, Әйгерім болашақ енесін ренжітіп алмауға тырысып жымиды. Әйгерім, тездет. Түн ортасына 5 минут қалғанда әйелдер жиналды. Әйгерім басына сүлгі орап, таза фланель халатын киді. Халаттан далада кепкен кірдің иісі аңқиды. Ой, кондиционерлеріңіз қандай жақсы. Иісі керемет екен. Қандай марка? Күн мен көктемгі жел. Ең жақсы кондиционер. Ал қыста аяз. Қазір далада бәр лезде кебеді, деп жауап берді енесі. Эх, сендер, қалалықтар, ештеңе білмейсіңдер. Бірақ білмегендерін де дұрыс шығар. Өмір қазір басқа. Біз ғой ескіше жүрген. Әйелдер моншадан шығып үйге беттеді. Көршілермен әңгіме соғып тұрған күйеулеріне қайырлы тінтілеп жатуға кетті. Әйгерім төсекте жатып, күндізгі оқиғаны ойлады. Бірақ жергілікті халықтың монша иесіне сенгеніне қарағанда, Айдахар туралы әңгімені де әсірлеп жіберген болар деген тоқтамға келді. Азамат дұрыс айтатын шығар. Жай ғана ауылдың есуас шалы. Ал үйдің өртенгені жай сәйкестік. Күндіз көз шырымын алғанына қарамастан, Әйгерімнің көзі ілініп, Азаматты күтпей-ақ ұйықтап кетті. Таңертең қораздың шақырған дауысынан оянған Әйгерім төсегінде отырып қалды. Азамат әлі ұйықтап жатыр. Сағатқа қараса таңғы 5. Ұйқысы шайдай ашылған. Халатын жамылып, еден тақтайларының сықырлағанына іштей ұрсып, ақырын асүйге беттеді. Күләш тәте асүйде жүр екен. Бірдеңені ыңылдап айтып, күйбеңдеп жатыр. Иіші жаңа піскен нан мен ванилин иісіне толып кетіпті. Үстел үстінде 3 литрлік банкте сүт және жаңа піскен құймақтар мен бауырсақтар тұр. Плитада бірдеңе бүлкілдеп қайнап жатыр. Қайырлы таң, Күләш тәте. Ой, Әйгерім, неге ерте тұрдың? Ұйқы бермеді ме? Таңғы ас ішесің бе? Деп сұрады енесі таңданып. Ұйқым қанып тұр. 3 жылға алға ұйықтап алғандаймын. Мен кофе ішсем деп едім. Таңғы асты бәрімен бірге ішемін. Әзірге тәбетім жоқ. Күләш тәте сөреден Нескафе құтысын алып, Әйгерімге кружка мен шай қасық ұсынды. Келінжан, кофене сүт қосшы. Жаңа ғана сиыр сауып келдім. Жып-жылы, қаймағы айрылмаған. Әйгерім сәл жиырылғанымен сүт қосты. Мен далаға шығып таза ауада кофе ішсем қарсы емессіз бе? Деп сұрады Әйгерім. Іштей темекісін қалай білдіртпей шегетін жоспарлап тұр еді. Болашақ ата енесінің оның бұл жаман әдеті туралы білгенін қаламайтын. Ой, Әйгерім, мынаны қараш. Мені жұмысқа шақырып жатыр. Мал дәрігермін ғой. Фермада бірдеңе болыпты. Нанды пешке салдым, өзі пісет. Қазір киініп жүгіріп келемін. Түстен кейін қайтамын. Тіпті жақсы болды ғой тұрғаным. Әйтпесе, Қайрат ағанды оятам ба деп тұр едім. Көз қырыңды сала салшы, жарай ма? Әрине,
Уайымдамаңыз, деп жауап берді әйгерім. Ол тіпті жеңілдеп қалды. Күләш тәте қазір кетеді. Азаматтың әкесі мен өзі әлі ұйықтап жатыр. Демек, қорықпай крыльцода отырып, бір қолында кофе, бір қолында темекі, таңғы тыныштық пен құстардың әнін тыңдап рахаттануға болады. 5 минуттан соң Күләш тәте қақпадан шығып, ферма жаққа асыға басып кетті. Ал әйгерім баспалдаққа жайғасып, шие дәмі бар жіңішке темекісін тұтатты. 2 рет сорған соң басы айналды. Кеше күні бойы шекпегені есіне түсіп, терең тыныс алып, суып қалған кофеден ұрттады. Қандай жиіркенішті, деп сыбырлады ол. Нағыз дәннен қайнатылған қою кофеге үйренген оған, мынау сүт қосылған күйген су сияқты көрінді. Шөптің үстінде шық бриллианттай жарқырайды. Әйгерім соған қарап жымиып отырған. Кенет көз қиығымен қақпа жақтан біреудің қарасын байқады. Әйгерім енесі бірдене ұмытып қайтып келді ме деп ойлап, темекісін ағаш еденге езіп сөндіре бастады. Басында сан түрлі сылтаулар жүгіріп өтті. Болашақ енесіне темекі шегетінін қалай түсіндіреді. Оның алтын баласы шекпейді ғой. Азамат білгенімен ата-анасы білмеуші еді. Бірақ басын көтеріп қарағанда, қақпаның арғы жағынан бөтен адамды көрді. Жасы 60-тар шамасындағы, аппақ жейде мен шалбар киген ер адам әйгерімге қарап тұр екен. Қап қара шашы мен сақал бар. Жүзі күнге күйген, үлкен қоңыр көздері, кескін келбеті тартымды ақ. Бірақ біртүрлі суық. Бірдене дұрыс емес сияқты. Әйгерімнің бойын үрей биледі. Қайырлы таң, деді әйгерім қорыққаннан дауысы жымышкеріп. Сіз бізге келдіңіз бе? Бәрі ұйықтап жатыр. Күләш тәте жұмысқа кетті. Сол мезетте әйгерім байқады. Әлі кісі жалаң аяқ екен. Таңғы жер әлі суық, ал ол жалаң аяқ тұр. Міне, не күдікті көрінді, деп ойлады ол. Адам үндеместен қалтасынан кішкентай кенеп қапшық шығарды да, ішіндегіні алақанына төгіп, қақпаның сыртынан тура әйгерімге қарай шашып жіберді. Ол мұның жер екенін бірден түсінбеді. Сіз не істеп тұрсыз? Әдві кісі бірдеңе деп күбірледі де, әйгерімнің көзіне тіке қарап, кәдімгі жағымды ер адамның даусымен. Тұманның соңынан жүр, деді. Сосын тағы бірдеңе айтты. Әйгерім тек құрисың деген сөзді ғана оқып қалды. Көзді ашып жұмғанша әлгі адам жоқ болып кетті. Әйгерімге мұның бәрі түс сияқты көрінді. Бірақ халаты мен крыльцоға шашылған, тіпті кружкасына түскен қара топырақ оны шындыққа қайтарды. Бой жеткен орнынан тұрып, үстін қағып үйге кірді. Көп ұзамай Азаматтың әкесі сосын өзі оянды. Таңғы ас үстінде әйгерім болған жайды айтып берді. Қайрат ағаның түрі бұзылып кетті. Азамат боқтанып, қазір Айдахардың сазайын берем деп ұмтылып еді, әкесі тиіп тастады. Түске дейін еркектер бақшада жүрді. Әйгерім қолғабыс етті. Сағат 1-лерде Күләш тәте келді. Қайрат аға оны оңаша алып шығып, ұзақ сөйлесті. Күләш тәте, бұл Айдахар ма? Деп сұрады әйгерім. Я, сол Айдахар ғұрлығар. Сен қашан қайтасың, қызым? 2 күннен кейін. Азамат менімен бірге қайтады деп ойлағанмын. Бірақ ол тағы біраз қаламын деді. Ал Айдахарға менен не керек? Әй, кет әрі! Деп Күләш тәте жүйекте бірдеңе қазып жатқан мысыққа айғайлап, соған қарай ұмтылды. Әйгерімнің сұрағы жауапсыз қалды. Бәрі тынышталғандай болды. Ұмытылмаса да, бұл тақырып қайта қозғалмады. Күннің қалған бөлігінде Азамат пен әйгерім ауылды аралап, орманға барып гүл терді. Келесі күндерде тыныш өтті. Ертең таңертең әйгерімнің кететін уақыты келді. Аулада тағы да көршілер жиналып, кәуап пісіріп, қызу әңгіме айтып жатты. Әйгерімнің көңілі көтеріңкі. Оған Азаматтың ата-анасының үйінде сондай жайлы болды. Олар бәкелінді жақсы қабылдады. Кеткісі келмеді. Бірақ бір сүгіні жұмыс. Келінжан, наливкадан алсамшы? Деді Күләш тәте жанына отырып. Жоқ,
Ертең таңғы 4-те рөлге отырамын, деп бас тартты Айгерім. Тәбет ашуға 50 грамм ғана. Ұйықтап тұрғанша тарқап кетеді. Сен тыңда, деп жалғастырды енесі рөмкеге наливка құйып жатып. Ертең жолға шыққанда жолда тұман болады. Қалың, сүттей аппақ, қорқынышты тұман. Ол таңертең орман жолында әрқашан тұрады. Сол тұманға кіріп кетпеу үшін солға бұрыл. Көрсеткіш болады. Қарасаз ауылы. Жолы онша емес. Ауылдың өзіне дейін 20 шақырым. Сосын төбеден орманға қарай құлама түсу керек. Бірақ қорықпа. Біздің жұрттың бәрі солай жүреді. Орманда тіке жол бар. 50 шақырымдай жүрсең, тас жолға шығып кетесің. Мүмкін кешірек шығармын, уақыт жоғалтпай, деді Айгерім. Жоқ, тұман түске дейін тұрады, деді Күләш тәте нықтап. Қорықпа, балшық болса да айналып өткенің дұрыс. Тұманда бәрібір уақыт жоғалтасың. Көрініс 0 болады. Тарағанын күтіп тұрасың. Әрі біздің тұман қауіпті. Адамдар жоғалады оның ішінде. Айтып едім ғой. Айтпесе қал. Азаматпен бірге кейінірек қайтасыңдар. Біз де сені қимай отырмыз. Күләш тәте қызды иығынан құшақтады. Қандай керемет келін маған бұйырған. Кеш аяқталды. Төсекте жатып Айгерім сұрады. Азамат, анаң маған қарасазға бұрылып, тұманды айналып өт деді. Шынымен сондай қорқынышты ма? Әлгі Айдахар топырақ шашқанда тұман туралы айтты ғой, деп күмілжіді Азамат. Ол жақта жол салған, ферма саламыз деп. Жол кейде егістікпен, кейде орман мен өтеді. Бірақ 50 жылдан бері қараусыз қалған жерлер. Жергілікті халық ол жерді таза емес дейді. Ферма салғызбады, бірақ жол қалып қойды. Меніңше, әдеттегідей ақша жымқырған. Мен ол жақпен жүріп көрмегенмін. Бізде тұман сирек болатын. Бірақ қазір қатты түсіп жатыр дейді. Әсіресе таңға жуық адамдар жоғалып кетеді. Мыс. Білмеймін. Мен сенің орнында болсам, тас жолмен жүрер едім. Кіман басса, жолдың жиегіне тоқтап күтер едім. Ал Айдахар деген, жай ауылдың тентегі. Басыңа алма. Әкем айтады, мен кішкентай кезінде өрт сөндіретін құдыққа құлап кетіппін. Сол кезде Айдахар мені құтқарып қалыпты. Демек, жаман адам емес қой. Ол кезде құрғақшылық болып, құдық суалып қалған екен. Қалай батып кете жаздағаным есімде жоқ. Ал ауылдағылар әдетінше бақсы балгерге сенгіш қой. Азамат, ал найзағай шақырып, үй өртегенше? Ол да кездейсоқтық шығар. Тұманды да, жаңбырды да, боранды да сол шақырат дейді. Сандырақ қой. Сен өзің сенесің бе? Жоқ, бірақ мына жердің аурасы сондай екен. Жарайды, ұйықпайық. Таңертең Айгерімнің көлігіне банка жаппалар. Қожын толы сәлемдеме, көші әжеден сатып алған жұмыртқа мен құртмай тиеді. Болашақ туыстармен және Азаматпен жылы қоштасып, Айгерім ауылдың қара жолмен тас жолға қарай бет алды. Сағат 4-тен 15 минут кепкен. Алыстан қораздардың шақырғаны, таңғы құстардың сайрағаны естіледі. Айгерім тас жолға шығып, ну қарағайдың арасымен жүйткіп келе жатқанда, кенеттен тұман пайда бола бастады. 5 минут өтпей, жатып, қоюланып, жол көрінбей қалды. Міне, ғажап. Қарасаз деген көрсеткіш тұр. Дәл Азаматтың анасы айтқан жер. Айгерім бұрылыстан 30 метрдей өтіп кеткен еді. Бірақ артқа жүріп, ауылға қарай бұрылуды жөн көрді. Азаматтың жол жиегінде күт деген кеңесі оған ұнамады. Қара жолға түскеннен кейін 10 метр жүргенде тұман сиқырлағандай тарап кетті. Аспан түнеріп тұр. Жаңбыр жауатын сияқты. Қыз газды басып еді. Бірден жылдамдықты азайтты. Алдыңғы екі дөңгелегі шұңқырға түсіп кетті. Көліктің астын бірдене қырып өтті. Ходовканы өлтірмеу үшін және онсыз да ескі көлікті құртпау үшін
Айгерім Қарасазға дейінгі 20 шақырымды 1,5 сағатта жүріп өтуге мәжбүр болатынын түсінді. Егер жол одан әрі оңалмаса, әрине. Ал ол оңалмады. Керісінше, миына қойылған алаңға ұқсады. Шұңқырларды айналып өтіп, жылдамдықты азайтқан үстіне азайта берді. Таңғы 7-ге таман Айгерім Қарасазға кіріп, одан өтіп, 5 минуттан соң жартылай қираған азық-түлік деген маңдайшасы бар ғимаратқа тірелді. Оның жанында 3 жергілікті алқаш жиналып, пластик стакандарға бұлдыр сұйықтық құйып, қызу талқылап тұр екен. Айгерім көліктен түсіп амандасты. О, қандай адамдар? Адасып қалдың ба қарындас? Деп айғайлады біреуі. Жігіттер, жол қайда? Маған орман арқылы 50 шақырым жүрсе, федералды трассаға шығады деп еді. Иә, бар ондай жол. 50 мың теңге берсен, картасын сызып берем, деп күң кетті екіншісі. Айгерім дүкенге көз жүгіртті. Жұмыс уақыты 8:00-ден 17:00-ге дейін деп жазылыпты. Көзін мен ішіп қойдың ғой? Аш қызып алып сыралсаңшы бізге? Жоқ. Айгерім көліктің бардачоғынан мыжылған 2000 теңгені алып ұсынды. Мә, жолды көрсетіңдер? Енем айтқан жол бар екенін білемін. Көңілді және әбден қызып алған еркектер сәл салмақтанды. Жол бар, бірақ қарғыс атқан жол ол. Ол жаққа өз адамдарымыз бармайды. Бөтендер тікті жоламайды. Кері қайт. Сен қайдан келдің өзі? Айгерімді мына арымшыл әңгімелер ашуландырды. Ол жаман жолмен тағы бірнеше сағат жүргісі келмеді. Оның үстіне күләш тәте жамандық тілемейді ғой. Тұман туралы не білесіңдер? Деп сұрады ол. Біреу желкесін қасып. Тұманда жын бар, деді. Ол жақта өлгендердің жаны тірілерді алып кетеді. Кері қайт, қызым, айтқанды тыңға. Айгерім ызадан жарлайын деді. Тұмандары таза емес екен. Адамдар жоғалады. Ал бұлар сонда жіберіп тұр. Одан да осылардың қарғыс атқан орманымен жүрген артық. Жолды көрсетіңдер деймін. Әйтпесе ақшамды қайтарыңдар. Ақымақ екенсің, деді біреуі, дүкеннің артын нұсқап. Анау төбеден түссең көресің. Жері құмдауыт, кей жер тас. Жаңбыр жауса, отырып қаласың. Сені ешкім іздеп таппайды. Номеріңді жазып алайық. Қай жаққа кеткеніңді айтармыз. Одан да егістікпен Марина ауылына тартсаңшы, 2 сағатта жетесің. Марина? Таңғалды Айгерім. Мен жаңа ғана сол жақтан келдім ғой. Ол алыс емес пе? Төте жолмен 2 сағатта барасың. Тағы 2000 берсең, кеңес береміз. Жетсерсіңдер, деп Айгерім көлігіне отырды. Телефонда желі мүлдем жоқ. Азаматқа хабарласа алмайды. Ештеңе етпес. Қазір трассаға шыққан соң бәрін айтып беремін. Ақымақ жол туралда, ауылдың алқаштары туралда, көлікке отыра салып түскен тұман туралда айтып берем, деп ойлады. Айгерім жүріп келе жатқан бағытты жол деп айту қиын еді. Әлгі еркектер дұрыс айтыпты. Тас пен құм алмасып отырды. Кейде орманшылардың ауыр көліктерінен қалған терең іздер кездеседі. Айгерім іштей. Құдайға жалбарынып, жаңбыр жаумаса екен деп тіледі. Сағатына 10 шақырымнан аспай ақырын жүрді. Федералды трассаға қашан шығатынын ойламауға тырысты. Жолдың жартысын есергенде аспанды бұлт торлады. Күн күрт қарайып, нөсер құйып кетті. Айгерім көлікті тоқтатты. Жүру мүмкін емес еді. Шелектеп құйып тұр. Айналаға қарады. Сол жақта дала, ар жағында орман көрінеді. Оң жақта алып қарағайлар. Темекісін алып тұтатты. Ол осында ұзаққа қалғанын түсінді. Бірақ іштей жолды шайып кетпес екен. Әйтеуір шығарым деген үміт оты жылтырады. Артқа қайтуға кеш еді. Жаңбыр аяқ астынан басылды. Дала жақтан тұман жылжып келе жатты. Барған сайын қоюланып ағара түсті. Көп ұзамай көлік сүттей аппақ перденім ішінде қалды. Қойшы, мұнда да тұман ба? Деп күбірледі Айгерім. Газды басып еді. Көлік орнынан қозғалмай, дөңгелектері саз балшыққа бата бастады.
Келдік, деді Айгерім телефонына қарап. Желі әлі жоқ. Көзінен жас парлап қоя берді. Басын рөлге қойды. Өзінде, күләш тәтенінде осы жол үшін іштей қарғап отыр еді. Кенет терезе қағылды. Құтқарушылар, деген ой келді басына. Бірақ басын көтергенде ешкімді көрмеді. Тағы да қағылды. Бұл жолы төбеден. Сосын көрінбейтін қолдар барлық терезені, есікті, капотты тоқылдата бастады. Айгерім қалшиып қалды. Ішінен Фатиха сүресін оқи бастады. Сол сәтте алдыңғы терезеден бет әлпет көрінді. Сопақша келген, аппақ, шашы жоқ. Аузының орнында үңірейген тесік бар. Жүрегі табанына түсіп кетті. Қалтырап, үнсіз жылай берді. Бірақ көзін жұмбастан сол бірдеңеге қарап отырды. Мақұлық капотқа секіріп шықты. Денесі арық, керісінде өлік тақтары бар. Қолдары ұзын, тізесіне жетеді. Аяқтары сүйек сияқты, саусақтары жоқ. Ол капотқа отырды. Жұдырығында бірдеңе қысып тұр екен. Алақанын ашқанда, ішінен Айгерімнің мойнына енесі таққан қызыл жіптегі былғары тұмар түсті. Қашан, қай жерде жоғалтқаны есінде жоқ. Бісмилләні қайталап айтып жатыр. Бірақ әсер етпейтін сияқты. Мақұлық құбыжық дауыспен ақырды. Дауысы бүкіл орманға жаңғырықты. Тұманның ішінен біреулер қыбырлап, ыңырсып, жүздеген дауыс сыбырлап, хиқылдап көлікке жақындай бастады. Ондаған қолдар терезеге жабысты. Кір қожалақ саусақтармен әйнекті шимайлап, құрбанын күтіп тұрғандай. Кенет көліктің тура алдына найзағай түсті. Тұмандағы құбыжықтар шыңғырып, жоқ болып кетті. Тұман сейіле бастады, ал найзағай бір орынға қайта-қайта түсіп жатты. Тұман толық тарағанда Айгерім өзіне қарай қара шашты, қара сақалды, ақ киімді адамның келе жатқанын көрді. «Айдахар!» деп сыбырлады қыз. Өмірмен қоштасып үлгерді де, есінен танып қалды. Біреу бетінен шапалақтап, су шашып жатқанда есін жіді. Айгерім көзін ашса, төбесінен Айдахар төніп тұр екен. «Есіңді жидың ба, қарағым? Тыныш, қорықпа. Мен саған тиіспеймін». Жаңбырдан кейінгі сулы шөптің үстінен тұрып, Айгерім айналасына қарады. Күн жарқырап тұр. Не тұман, не бұлт жоқ. Бәрі түс сияқты. «Сіз маған ештеңе істемейсіз бе?» «Тыныштал, қызым. Енді тыңда. Біз бұл жерден қалай шығамыз?» «Қашасың. Және ешқашан мұнда қайтып келме. Сіз бақытсыз ғой, ә? Жаңа ғана найзағаймен мені өлтіре жаздадыңыз. Сіз Айдахарсыз. Тыңда деймін. Сөзімді бөлме», деді ер адам қатаң дауыспен. «Менің атым Нұржан. Көп жыл бұрын менің нағашы апам қайтыс болды. Қатты бақсы еді. Жын шайтанмен байланысы бар. Құрбандық шалатын. Қысқасы, бойында қара күштің бәрі бар болатын. Мен оның үйіне көшкенде, ауылдың еркектері танысуға келді. Кейін мені де бақсы деп атап кетті. Қалай басталғаны есімде жоқ. Бірақ мен оларды қатты қорқытып алдым. Содан бері менен қашады. Ауылда не жамандық болса, маған жабады. Кейде көшеде бара жатсам, жылан көргенде жиырылады. Дұға оқи бастайды. Олар мені қарғыс айтып бара жатыр деп ойлайды. Ал мен Құдайдан олардың кірлеген жаны үшін кешірім сұраймын. Нағашы апам өлерінде мені шақырды, бірақ мен бармадым. Оның қара күші маған керек емес еді. Ал сенің енең сол күшті өз мойнына алды. «Қалай?» деп таңғалды Айгерім. «Күләш тәтеме? Құдай сақтасын, ол намаз оқиды ғой, мешітке барып тұрады. Маған тұмарды да өзі тақты. Қорғаныш болсын деп». «Тыңда бөлме», деп зекіді Нұржан. Күйеуі жас кезінде жүріс жасап кеткен. Көрші әйелге ғашық болып басы айналған. Сонда сенің енең менің нағашы апама келіп қайтарма жасатқан. Дуалатқан ғой.
Апам айтқан, орындаймын, күйеуің өмір бойы қасында болады. Бірақ ақысына ең қымбат нәрсеңді бересін. 7 жылдан кейін. Сол кезде Күләштің ең қымбат дүниесі жалғыз сиыры екен. Ойланып келіскен. Сиыр өлсе өлер, бастысы байым қасында деп. Бірақ бұл тек 7 жылдан кейін болатын нәрсе еді. Бақсы ол кезде әйелдің аяғы ауыр екенін білген. Азаматқа жүкті екенін өзі де білмеген. Ал білген кезде бақсыға жүгіріп барып аяғына жығылған. Балаға тиіспеуін сұраған. Бірақ бақсы, есеп айырысып қойдық. Күйеуің қасында қайтара алмайсың. Маған сенің жаның керек емес, жындарға керек, депті. Айгерім дір-дір етіп Нұржанға қарап отырды. Ер адам көлікке барып, сынған терезеден бөтелкедегі суды алып, қызға ұсынды. Мә, іш, тыныштал. Мен ол кезде мұның бәрін білмедім. Бірде ормадан келе жатқамын. Шөп жинаймын, емшімін ғой. Жазда апталап орманда жүретін кезім болады. Содан келе жатып, ескі өрт сөндіретін құдықтың ішінен баланың даусын естідім. Жүгіріп барсам, су белінен келеді. Бірақ бала төмен қарай тартылып бара жатыр. Тура бір нәрсе аяғынан тартып жатқандай. Мен аят әл-Курсіні оқып, баланы қолынан сүйреп шығардым. Азамат екен. Үйіне алып бардым. Күләш жылап қоя берді. Келесі күні далада мені найзағай ұрды. Сірә, бақсының аруағы менің оның күшін қабылдамағанымды және баланы құтқарып қалғанымды кешірмеген болар. Денемді тоқ соққаны есімде, сосын ештеңе білмеймін. Есімді жиып үйге келсем, денемде бір түрлі өрнектер пайда болыпты. Нұржан жейдесін шешті. Айгерімнің көзі шарасынан шығып кете жаздады. Оның денесін татуировка сияқты найзағай тәрізді өрнектер жауып тұр екен. Бұл қалай? Тірі қалғаныңызға шүкір, деп сыбырлады қыз. Ер адам жейдесін киіп, сөзін жалғады. Содан кейін байқадым. Біреуге сәл ашулансам, сол жерге міндетті түрде найзағай түседі. Адамға емес, үйіне, қорасына. Күләш, саған көршінің үйін өртеп жібер деп айтқан шығар? Иә, болған ондай жағдай. Жер үшін емес, басқа нәрсе үшін ашуланғанмын. Найзағай түсіп, 20 минутта күлге айналдырды. Мен содан кейін қайталанбасын деп Құдайға жалбарындым. Сосын табиғаттан көршіме көмек сұрадым. Ол бұрынғыдан да үлкен үй салып алды. Жұмысы да жүріп кетті. Бірақ әңгіме онда емес. Сонымен, жыл сайын тұп-тура азаматтың туған күніне бір ай қалғанда мал жоғала бастады. Қасқыр жегендей жылмалап тастайтын. Кейін адамдарға ауыз салды. Мен сезіктене бастадым. Күләштан сұрасам, безіп ештеңе білмеймін дейді. Бір күні кешкісін күйеуі маған мас болып келіп, бәрін жайып салды. Бақсулеріне Күләшті шақырып, ұлыңның тірі болғанын қаласаң, әр туған күннің алдында құрбандық шалуың керек депті. Азамат 14-ке толғанша мал жараған. Кейін тек адамның қаны керек болған. Күләшқа өзінің қара күшінде беріп кеткен. Мал беріп жүргенде ешкім білмеген. Ал адамға көшкенде, Күләш күйеуіне шыдай алмай айтқан ғой. Күйеуі қайғырды, араққа салынды. Бірақ қолынан келер қайран жоқ. Менің жанымды ауыртқысы келіп айтқан шығар. Мен оны қуып шықтым. Мешітке барыңдар дедім. Бірақ олар басқа жаққа бұрылды. Қалай басқа жаққа? Ол маған тұмар әкеліп берді ғой, деді Айгерім жыламсырап. Ол тұмар емес, белгі ғой. Сені белгілеп қойды. Жындарға міне, осыны алыңдар деп көрсетті. Содан бері Күләш құтырып кетті. Тұман шақырады, борандатады, көз байлайды. Негізі тұманның еш қорқынышы жоқ. Егер осы орманда болмас. Мұнда бұрын ескі мазар болған. Кейін бақсылар жиналатын жер болды. Лас жер, жын ойнақ. Тұманды сол шақырды. Сені де осы жолға сол жіберді.
Мен таңертең орманнан өтіп бара жатып, жамандықты сездім. 4 жанды құтқара алмадым. Бірақ 5-шісін құтқаруға міндетті болдым. Ештеңе түсінсем бұйырмасын, Нұржан аға, деді Әйгерім. Түсінетін не бар, қызым? Күләш саған дуа жасап, көзімді байлап тастады. Негізгі жолда ешқандай тұман болған жоқ. Оның мақсаты сені осы жолға бұру. Жындар сені пашалап, азаматтың өмірі үшін құрбандық қылуы керек еді. Сен азаматтан сұрашы, оның жыл сайын мамыр мерекесінде алып келетін қалыңдықтары қайда екен? Ол ата-анасына көмектесуге келді дейсің бе? Жоқ, оған сен керек болдың. Ауылдың қыздарына тиісу қауіпті. Бірден білініп қалады. Үйін өртеп жібереді. Ал қаладан келген бейбақтармен істері өрге басады. Сонда азамат бәрін біле ме? Деп өксіп жіберді Әйгерім. Білет. Сен сияқтыларды айналсоқтап, басын айналдырады. Тұрмысқа шығам деп ата-анасын алып келеді. Өз жаны тәтті ғой пенденің, әркімнің бас амандығы өзіне қымбат. Ал тұмандағы әлгі мақұлық не еді? Түрі сұмдық қой, аппақ, деп сұрады Әйгерім қалтырап. Оны ешкім білмейді. Бірақ олар найзағайдан иттің өлімтігіндей қорқады. Бір рет жарқ етсе болды, кейін шегінеді. Күләш солармен ауыз жаласқан. Тұман арқылы құрбандыққа жібереді. Тұр, орманмен төтесінен ауылға барайық. Ертең көлігіңді сүйреп шығарамыз. Әйгерім орнынан тұрып, Нұржанның соңынан ерді. Нұржан аға, ал сіз неге маған топырақ шашып, көлігіме түкірдіңіз? Мен көлігіне емес, Күләштің басқан ізіне түкірдім. Ол саған солай деп қорқытып айтқан ғой. Молдаға да барған жоқ, өтірік, жайтыр жасады. Ал саған мен бір уыс оқылған тұз шаштым. Өлген адамның тұмары мойнынан түсіп қалсын деп. Сонда ғана түсті ғой. Әйтпесе шеше алмас едің. Сақтықта қорлық жоқ. Кешке қарай ауылға жетті. Әйгерім Нұржан ағаның үйінде қонды. Ол қарапайым кешкі ас беріп жатқызды. Таңертең ол біреуге қоңырау шалып, ауылдан жүк көлігін алдырды. Әйгерімді сол тұман басқан бұрылыстың алдына алып барды. Көлігі сол жерде тұр екен. Сынған терезесін клеенкамен мұқият жапсырып қойыпты. Мұны Нұржан істеген екен. Әйгерімді ес-түссіз тауып алғанда. Телефонда желі пайда болды. 4G ұстап тұр. Бірақ азаматтан бірде-бір қоңырау, не WhatsApp'тан хабарлама жоқ. Әйгерім нөмірін терейінде боқталды да, тоқтап қалды. Қалай ғана дәті барды? Қалай? Әйгерім телефонды лақтырып жібере жаздап рөлге отырды. Жарты жыл өтті. Азамат сол күйі хабарласқан жоқ. Кейінірек ортақ таныстарынан кездейсоқ естіді. Азамат туған күнінде жүрек талмасынан қайтыс болыпты. Және дәл сол күні ата-анасының үйіне найзағай түсіп, екеуі де сыртқа шыға алмай өртеніп кетіпті.